Yok, valla azamaktır. Комментарий işlemeci sana yapalım. Sizlerden bizden bilmiyoruz. Просто суды қашан бересіз? Қашан бересіз? Суды күтеміз күтпейміз. Қыстан қалыпты келеріңіз, істеген құдықтаңыз қыстан қатып қалады. Көктемде су көтерілген кезде қалыпты су бәрі араласып су нетіп кетеді, кіріп кетеді. Просто қаладан 15 жыл болды, қалада су тасып жүрген. Мен жауап берейін. Газ бізге керек емес, пока бар ғой, бірінші судан Газ керек емес. Бәрі бүкіл халықтың газ да керек, су да керек. Деп айтсаңызшы, екеуі де керек. Ауылдастар, су мәселесі жөнінде бірінші кезекте қоянды ауылдағы су 865 үйге арналған. Бұны қазір 2413 үйге беріп отырмыз. Ал блок модельдер қойылып отыр. Екінші кезеңдегі қоянды су 3 жыл экспертизадан өтіп, енді мемлекеттік сараптамадан жоба жасалып, 2 жылға созылған үлкен проект. Сіз әр шаңыраққа үй суды сол проектін жеңіп алған тендер ұтып алған компанияға өткізеді. Бұл мемлекеттің жоспары, мемлекеттің нақты қоянды ауылын толық сумен қамтамасыз ету жоспары. Биылғы жылы сараптамаларды жақында шығып күтіп отырмыз. Егер де сол шыққаннан кейін аудандық құрылыс бөлімі тендерді қояды. Қай компания ұтады, сол компания жұмыс жасайды. Бұл уақытта ол болмай қояды, суда болмай. Жауап беріңіздер, бізге мүмкіншілік берсеңіз. Енді 2 жыл деп отыр, әлі 2 жыл ағайын жауап көшесі бойынша су жөнінде судың құбыры салу үшін екінші өшіреді. Сол қазір 25 мың адамға есепті 25 мың абонентке арналған 2 жыл қолының жобасы бәрі жасалынды. Енді госэкспертиза деген сараптама. Соның жылдан аяғын өттерінде келесі жылы оған бюджетті өтінім жасаймыз. Одан кейін қаржылық бөлімдерінен соны екінші кезеңде суды 100% обеспечить. Сондықтан да пока судан жағдай болмайды. Өзі жігіттер ашықшылды. Сіз айғайдаңыз, мен айғайдай, мен айғайдай, одан ештеңе шықпайды. Ал кейін ашықшылды суы. Бәрі қаржы қайтып. Сондықтан да судың жөні сол екінші кезеңі негізгі құрылысы енді басталады. Басталады. Биылғы қазір жобасының замечательный билет, анда госэкспертиза сараптамасын жасалынады. Жылдың аяғына дейін. Содан кейін бірінші бюджеттік өсім береді. Сол қаражат бөлінсе, бірден сол жұмыс басталады. Ашықшылық болады. Жол жөнінде жауап Сейфуллин көшесі бойынша. Сейфуллин көшесі, Тоқұлдың көші, Айранба көші, Солдың өтімдері жоған көші, жақсы білесіздер ауылдарында. Осыған байланысты биылғы жылы Сейфуллин көшесін толық айландырып, дирекция жол жасау жоспарымызда тұр. Биылғы жылы. Одан кейін жобасы жасалып, асфальт түседі деп жоспарланып отыр. Бірақ ауылдастар бір мәселенің басын ашып кетейік. Біз қазіргі АПК Автодор Энергия компаниясы мен Ақжол құрылыс екеуі өздерінің ұтып алған тендерлер бойынша жұмыстарын жасап отыр. Біреуі 20 шақырым, біреуі 16 километр. 16 километрдің 10 шақырым жасап қойды. Енді 6 километр қалды. 20 километрдің былтырғы жылы 5 шақырымын жасап қойды. Бұл 19 жылда қоятта 13 километр жол болған болса асфальтта. Былтырғы бір жылдың ішінде 16 километр салып шықты бұл компанияда. Енді жергілікті белсенділер бар, қауымдастық мүшелері бар, аудан әкімшілігімен бірлесіп отырып барлығымыз. Биылғы 2024 жылдың өзінде 45 шақырым жолға жоба жасалып, проект жасалып. Екі проекті мемлекеттік сараптамадан өтіп отырған. Бұл үлкен жетістік біз үшін. Ал барлығын бір жылда
bir günde oruna keltire almayız. Telefonda yolda aytıldı mı? Garibin saraпталып, her nesinin jobası var, oğun bölünen akça var, onun uzatı kompaniya var, onun kançalıklı жұмысына сапалы, лауы bulunmanın kanalına görüyoruz. Сейфуллин көшесі бойынша 3 жол жасалды. Ол жобаға кірді ма мынау асфальт салатында сіз айтпедіңіз ғой жобаға кірді. Жобаға кірді ма кірген жоқ бұл басқа сұрақ. Бұл Сейфуллин көшесі өзіңіз білесіз, айланба жол. Bir жеріне кірді, bir жерінде жоқ. Мысалы 28 жақ қашан кіреді? Сіз айтпедіңіз ғой қыстың күні кірді міне сараптамадан өтеді, қазтендер объявлять етеміз, содан кейін жасап, биыл көктемнен бастап жасаймыз деп айттыңыз ғой өзіңіз. Сейфуллин көшесі ба? Иә. Жоқ, Сейфуллин көшесі. 4 күн сұрадым мен сізде кездесіп, қар тазалап жүрген кезде. Сейфуллин көшесінде біз протокол бергенбіз. Құрылыс жобасын жасауға. Аудандық жол бөлімі бұны қарастырып жатыр. Мерзімі қашан еді? Жол бөлімі қашан болады? Присланы жарайды. Асфальт присланы. Жоқ. 45-те басқа 4-ші протокол біздің. Жергілікті медициналық жүргізу керек. Қаншама өзіңіз жасайсыз сол. Мынау Сейфуллин көшесі бізде 5-ші кезең. 5-ші кезеңде біз облысқа өтінімді жасадық, ол Сейфуллин көшесі. Нақты экономика бізге керек жоқ болды, бізге қаржы жобасы бойынша ол Сейфуллин алып кетеді. Оған біз бірінші микрорайон қосамыз, екінші микрорайон қосамыз, 12-ші микрорайон, 14-ші шағын 2-4-ші жағын. Біз ол Сейфуллин өйткені нақты экономикаға қаржы ала алмайтынбыз. Жол құрылыс жобасы өтемізде қаржының енді қаржы жобасы бойынша алып кетеміз. Содан кейін бір сұрақ қоюға болады ма? Сізге мынау қойған екінші кезең сараптамадан шықты. Қалай шыққанын енді өзіңіз білесіз. Біз енді артында жүріп тұрып уақытын жерінде таза біздің еңбегіміз бар. Енді үшінші кезеңнен алғашқы бірақ төртінші кезеңі ол шыққан 2 ай болды. Неге тендер алуды жеткізсіз? Қоянған жол өте қажет екенін білесіздер ғой. Жоқ, сіздер жасауға керек. Сіздерге де тіресіз. Сол жаққа Sağolun, benim adım Sultan Baba. Çok bölüm bastırdı. Benim 4-ші кезеңдегі конкурс жүргізуге айтқаным бізде мынау жүріп жатқан проектке ақша жетпей жатыр. Қазір мынаған жүрсем енді 3-4 проект басталып кетеді, басы көрінеді деп аяғы көрінбейді. Мынаның кішкене хотя бы жақтан көп істейді, сосын мемлекеттен кетеді. Пока мен қаражат болмағаннан кейін жер болмайды. Жаңа қысқан ұстап сұрақ қойып, яғни шығылмасын. Қазір сіз айтыңыз, мына кісі басып. Бұл кезде жаңа қысқан сұрақ сіздің сұрағыңыз бар көрдіңіз жүйелі. Тамаша әдемі сұрақ қойдыңыз. Бұл үшін сұрақ қойып жауап беріп отырмыз. Жауап қалай? Вот, допустим, бас аяғы 5 кезең бар жол. Түсіндіңіз ғой? Жаңағы 1.7 кейін мұрақта бәрін қарап көшеттірілді. Түсіндіңіз? Қазір екінші кезеңнің өзінде, қазіргі уақытта екінші кезеңнің өзінде аяқта бітіру үшін 11 миллиард ақша керек. Ол егер 11 миллиард ақша келмесе, қалай білесіз оның бірін? 20 шақырым. Бұл бір. Екінші жаңағы, үшінші, төртінші кезеңін шықты. Ол да көрсін. Ну, хорошо, мы определить просто поставщика. Да, мердігер, да? Все болды. Мердігерді определить болды. Вы не поняли. А оған бірақта қаражат бөлінбесе, начало есть, конца нет. А егер бүгінде қалай? Просто видите, төртінші кезең бәрі дайын болып, қазір егер өзіңіз сұрасаңыз, мысалы, біз сізге сұра деп айтпаймыз.
жоба жақтардан сұрап десеңіз қаражат болса сұрауға өзіңізге рұқсат. Оған жасамай егер де қаражат бөлінсе бізде дайын жаңағы. Biz kompaniya belirttiğimizde harç alımlarını aktivistler bizler Так, Сергей, ой, так. Посмотрите, спокойно. Дайте басыма аяқ жоқ деп жатсың да? Валерьянова бастадыңдар да, нормально, су, былай болып тұрса да істелініп жатыр. Қазір неге әлі до конца бітірмейсіздер жұмысқа шейін? Неге анда қалып кеттіңдер шыққан? Оның себебі қазір 4 кезінде жұмыс көшесі бар ғой, соны жасаймыз деп ойлап жатырмыз. Неге начали до конца добивать? Мы перенесли почему? Потому что сейчас подготовиться к движению можно. Не будет этого движения, все равно пока не будет. За это время можно было сделать. Дайындалу керек та. Может, это мобиль. Дайындалу керек автобус. Все, он автобус дали еще делами по воде написано, деньги дойдут РБК или нет. Мы же знаем эту ситуацию. Все, мало. Но начали Валерьянова, доделывайте до конца. Даже Жунусу. Почему? Это дорога, Жунус главный муж. Я сама знаю, что не надо. Жұмыс басталса, автобус қалап өтеді, техника жүреді. Ол қалыпты болады. Вот видишь, под сомнением сам стоишь. О чем мы тебе и говорим? Валерьянова начали, доделывайте до конца, Валерьянова. А потом уж ждать, какая дверь. Валерьянов болашақпен қосып, сонымен болады. Қалай, болашақпен, а дальше? Пока молдыр. Болашақпен қосып қажет, он не готов болашаққа. Он нам куда его остановился? Сосын Валерьянов көшеміз. Султан, подождите. Так, құрметті азаматтар, давайте вот, во-первых, во-вторых, давайте бірінші бізде сіздерде местный сообщество деген бар. Сол местный сообщество қай жерден қай жерге дейін болатынын сол шешеді. Бюджеттен қаражат бөлінеді ме? Біз нәрсеге өзіміздің құқығымызды береміз. Бұл кісінің жанында жаңа ақсақалдар бар, жанында басқа сообщество. Не вы определяете, не я определяю. Не он определяет. Сіздер бұны қалса керекте тұрма айта бермеймін. Мен сіздерге жаңа түсіндіріп айтып жатырмын. Менің үйіме шақ. Мен ең басында сіздерге айттым ғой. Менің үйіме, менің үйімде болсын қалған сөйлем жоқ деген ондай позиция болмау керек. Бәрімізді азаматтар көзқарастарымыз болу керек. Сондықтан да жаңағы әр ауылдарыңызда, әр үйлеріңізде, әр көшелеріңізде әр ауылда, әр микрорайондарында өздерінің азаматтарының берілген адамдарымыз бар. 20 шақты адам бар, 5 сообщество. Соның бәрінде шешу керек. Неyi шешмеу керек? Несін шешмеуіміз керек? Не кісі? Сол кісілер. Ал ол не сұмдық? Анаған дейін, мұнаған дейін ол не сұмдық? Ондайды қойыңыздар. Ондай сұрақты болашақта қойыңыздар. Жол керек болған, екінші микрорайон осы қоятын салып жатқан микрорайон. Сіз даже проектінде де сол жайында айтыңызшы. Сіз даже вообще проектінде де қоятын салған бізде. Сол жайында толық айтыңызшы. Неге проектіге кірмей, суға, жолға, светке. Таза екінші микрорайон ешқандай проектінде жоқ. Осы жайында сұрайыншы. Екінші микрорайон су жобасына кіріп тұрсыздар. Свет жобасына корректировка жасалады. Аудан әкімдігінің орынбасары Серік Есенбековичтің ақылдасып отырмыз қазір. Светтің мәселесін биыл қарастырамыз деп отырмыз. Ал жол мәселесі жөнінде Дерисова, Сейфуллин көшесі айналма көше, екінші микрорайонға Дерисова жол салынды. Ол айрапа жолды. Жасым көрді ақсақал, рұқсат берейік. Халықтың аппарат арқылы келіп отыр жаңа көрінді. Екінші микрорайонда екінші жоқ. Осы рұқсат етіп, бірақ бөлінбесі ғой. Мен бірінші қойдым ғой енді. Іші деген болмайды да бірінде. Екінші микрорайонда сол тіркелді айламасын ынтымақ өзін салмақ айтқан салмақ жоқ ол жерде. Көрсетіңіз, шегін егесін ашқан салып деді. Енді Сейфуллин ағасынан дейсіз, оған келсе. Бірақ бұл свет қай уақытта болады. Ол су әлі болмайды ғой, сіз қазірген айтыңыз. Біз проектісін нақты проектіде қай уақытта кіреміз. Біз жолды сұрап тұрған жоқ, суды свет сұрап тұрған жоқ, проектіде қай уақытта кіреміз.
Ve айтып өттік қой. Екінші кезеңдегі су жобасына барлық ауыл қамтамасыз етілген. Барлық микрорайон, екінші микрорайон, төртінші микрорайон, барлық қойылды. Екінші кезеңдегі су бұл жерді қарастырып, бүкіл абоненттіктерін қосылады. Жол бойынша айтып отырмыз, Секулин көшесіне директор биыл директор жұмыс алынады. Ендеше салынбайтын көшелердің бәріне не директор төсенді? Жоқ, негізі сіздің атыңыз кім? Серік, просто кешіріп сұраймын. Говорят, другой. Біздің есігіміз әрқашан ашық. Бұл жаңағыдай күннің қайтадан кірмеген себебі өздеріңіз білесіздер. Егер бас жоспары ауылдың үстіне апарып қоя салды. У нас существующий проект, у нас существующий домовладение. Ешқандай жүйе жоқ, ешқандай көше жоқ, ешқандай не жоқ. Сондықтан да кіріңізші, жаңа сұрақ қойдыңыз ғой енді. Жоқ, енді қазір бесікке ұсыныс жасау. Жоқ, слушай, до конца келе жатырмын ғой. Ол жерде адаммен айтып, олай емес. Біздің документіміз бар. Біз босаттымыз, үйдің документіміз Егер де өзіңіздің, именно өзіңіздің ауылыңыз, өзіңіздің үйіңіз туралы болса, жоқ, рабочий проект, жұмыс кезінде, я давайте қазір қалыңыз, бас жоспарды алайық, мына кезде бөлім басшылар қалады, сөйлесейік. Кесіп қой, уақыт қалмай көрсек. Кесіп қой. Так, хорошо, кстати. Атыңыз кім? Атым Қуатбек Сәниев. Қуатбек, да? Атыңыз Қуатбек, да? Жақсы. Мен 4-ші микрорайон Түркістан көшесі бойында тұрамын. Иә, Түркістан көшесімен өткен сенбіде көрдім. Ұзын көше. Ұзын көше, айналма көше ғой. Түсінбейсің. Бізде сол маңайда 4-ші ықшамауданы, 4-тің асы, 4-тің басы, 14-ші ықшамаудан деген көрші ауылдастар тұрады. 4 ықшамауданға бөлінеміз. Осы ықшамауданымызда бізде қауымдастықтан бір мүше жоқ. Мына халықтың өтініш тілегін сіздерге жеткізіп соған бір адам сайланайық дегенбіз. Қуатбек дұрыс айтасыз. Егер де андай мынау жаңағы серіктер, жаңағы азаматтардың атынан сөйлеп жатыр ғой, сол сияқты өзі дұрыс айтасыз. Егер де оны азамат болмаса, ойды сол жерде болмаса, осы келешекте сол сұрақты шешуге көреміз. Сондай бір мүшеміз жоқ болғандықтан біздің ана ауылымыздың арасындағы жол түрлі қида проблема нәрсе жеткізетін адам жоқ болғандықтан біз көктемде суға кетіп қала салдаттың көп жерде отыр. Сондықтан біз бір мүше сайланайық. Жақсы, рахмет. Гүлнәр, сіз ойыңыз не болып жатыр? Сұрақ бар ма, жоқ па? Жоқ емес, маған айтсын, Балиханованы бітіре ма, жоқ па? Неге ол айтады, Имановаға жеттік дейді, хотя ол неге жетейін жетті, Қонаеваға жетейін жетті. Малғакулын бітіреміз, жартысын бітіріп қойдық. Уалихановаға қайтып кетті. Неге вы вот это вот по кустам делаете? Нет, вот видишь, Нет, меня говорят. Неге вот это Балиханова Айтыватыр, қазір Молдованы бітіреміз, Уалихановаға көшеміз. Оны дайындаватырмыз. Гүлнар тәте, мен айтайыншы. Неге біз Әлия Молдованы істеп жатырмыз? Неге? Біз неге? Жоқ, ол Балиханова бізде дәл сабыр ар жағында корректировка жасап қойсын. Бөлу мынандай сұрақты болашақта естеріңізде болсын. Жаңа Қуатбек аға сияқты солай жұмыс істеу керек. Болашақта менің көшемізде көшелерімізден сайлайсыздар. Содан кейін сол барлық қоғам болып шешек,
Екі болашақта ондай сұрақ қоюшы мүмкін. Менің үйіме бірінші тап, нелер почти Қазір менің сұрақ болғанын еріп қуантайын. Қазір Галина апай сосын қоя тұрамын. Галина апай. Онда сіздің сұрағыңызға жауап бермей Жоқ, неге бермейсіз? Неге жауап бермейсіз? Неге бермейсіз? Неге жауап бермейсіз? Жоқ, неге бермейсіз? На этом собрании. Правильно. Мы пришли на собрание. Правильно. Не надо қандай сұрақ жаңағы сауал Нет, у меня есть еще вопрос. пожалуйста. Бұл туралы болашақты істеді, баққанымызды вы знаете. Уже екі ай жұмысты делегация келгенде. Мы вместе с ними выезжали, көрсетті. Ана болашақта вот этот арық, который қазған. Она уже там болото натуральное. Почему он болото должны истеп, вот эти вот микробы, соны нет. Почему он по правительству жасамайсыздар арықтарды? Неге? Жауап берейін ба? Жоқ, подождите. Труба салып, соны қашан істейсіздер? Міне, осы труба арық ауылында естеріңізге бір салып қайтадан жол өтейінші. Бізде Жүнісов көшесінің басынан бастап арықтың жоспарлап отырғанымыз 3040 метр арық салынады. Лотокпен. Бөгенбай көшесі, Достыққа дейін аулы Шапағат магазин бар ғой, соған дейін арық салынады. Болашақ көшесі 1300 метр. Мұңайтпасова Қазақстан көшесі, Тәуелсіздік көшесі, Уәлиханның көшесіне дейін 1220. Абай Құнанбай көшесі, Қабанбай, Кеңесар, Маметова, Шапағат көшесінің қиылыстары, олардың барлығын 3 қиылыс бар. Бұл Уәлихан көшесі, бұның Қоянды көшесінде арық салынып, барлығы осыған қосамды жоспарланып отыр. Міне, осыған байланысты аудандық жол бөлімі, аудан әкімінің орынбасарынан осы ақпаратты талқылаған және мердігерлермен осы мәселені қарастырғанбыз. Осы мәселені біз шешпесек, ауылдың жаңбырдың суына да суға малып жатырмыз. Білесіздер. Ал жаңағы болашақтың соңындағы судың тіреліп тұрған суды арнайы алып кету үшін жеке меншіктің жері, ол кісі рұқсат берді. Қазір бар трактормен қазу үшін трактормен башқалап жатыр. Міне, бұл біздің исключениеміз, оны жақсы білеміз. Бірақ осы сәл трактор көтере алатындай жерге су сіңсе, біз ары қарай соны жалғастырамыз, оны барып біліп отырмыз. Катогорға разы емес, бұл мәселе біреудің территориясы болғаннан одан рұқсат алуымыз керек жеке меншік. Рұқсат бергенде қазір уже су тұрған. Су тұрады, конечно, потому что куда деваться? Ну, енді одан айтқан жүгет қамайды қойды. Қысқаны бабейсіздер. Бізге Мен жаңа конкретно айттым ғой, қанша метр болады, қай көшеге. Менің сұрағым мындай. Бізде ауылда қоғамдастықтың 10 мүшесі бар. Негізі 10 қоғамдастық мүшесі бар. Олар жұмыс жасаған кезде әрқайсысы өз микрорайонына жатады. Сосын олардың топтан бізде барлық 20 шақты шағын аудан бар, 10 ғана қоғамдастық мүшесі бар. Ол қоғамдастық мүшесінің ішінде бір жұмыс жасайтын бір 5-6 текке босқа отырғандар бар. Бірінші сұрағым осы. Сол үшін біз қоғамдастықты таратып, былтыр біз қоғамдастықты сайлаған кезде ол кісілерді қандай міндеті бар екенін Сайлай аласыздар. әркім өз ауданнан ұсынсын, әрқайсысы, әркім. Мысалы біздің микрорайонда жоқ ешкім. Мен сол екі сұрағыма жауап берсеңіз, жаңағы қоғамдастық, жаңа сіз айтыватсыңыз, ауылда үлкен жобалар жасалынады деп жатсыз. Оларға қаржы бөлінеді. Ол бөлінген қаржылар осы ауылдағы қоғамдастық мүшелерінің өздері бөліп жаңағы береді деп жатсыз. Ал сонда бізде 20 микрорайонда 10 мүшесі бар, 10 мүшесі өз әрқайсысы микрорайонына тартса, қалғандарын не істеуіміз керек? Болмаса 20 адам сайлансын, болмаса қазір 10 топ тарасын. Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым тыңдаған жоқсыз қайталаймын. Ауылда жүріп, үнемі жолда машинамен әрден жүріп өріп жүреді. Участковыйларға күнде жазамыз, топта жазамыз, ешқандай шара қолданбайды. Немесе шара қолданады. Осындай.
Қора қаржысы үйір қосып жүреді қорада. Тоқтап жүргізейін, таңертең. И оны біз шартқа күнде саламыз дей болсын, ешқандай шара қолданылмайды. Осымен ұқсас тойлар неге жұмыс жасамайды, осыны ескертеміз. Отдел полиции. Серік, жауап беріңіз. Сіз жаңа Қандыбас мал бойынша біз мен жұмыстар жалғастыратынбыз. Қандастық мүшелеріміз бар. Жанара ханым бар, Гүлнар ханым бар, барлық хабарласқанда автоматически реагирует, хаттамасын тұрамыз. Бізде единственный бір проблемамыз бар. Қандыбас малдарды сіздер өзінің официально ресми түрде протоколдар бар, бірақ протоколдар біз халыққа жариялаймыз. Біздің құзыретімізге жатпайды. Жоқ деп айтсаңшы, малына барып қамайтын жер жоқ. Все, мына кезде халықтарға түсіндіріп айтайық. Сіздер жаңағы тиісті өтініш жасалған сол кезде іс жүзінде асыру үшін сіздерге өтінім ресми түрде жасалуы керек пе? Телефонмен звондаған кездеріне сол қанша сондай регистрация есептелінді, қанша малды жасады, қорғалған алдыңыздар, қанша адам штраф салынды, сондай тәртібін түсіндіріп айтып беріңізші болашақта. Бұл, конечно, мен жай ғана айтасам, сізде заң жүзінде регистрация болмаса өзіңіздің жұмысыңызда, әрине сіз жай тиісті қоя саласыз, правильно? И, соответственно, жаңағы жұмыс жасалынбай отыр. Сол нәрселерге түсіндіріп айтып беріңіз. Егер де мынандай постоянно сондай жүйелі түрде жағдайлар болатын болса, қандыбас малда, күнделікті көріп жүрміз деп айтып отыр ғой, да? Егер де болатын болса, мынандай тәртібі. Соны түсіндіріп айтып беріңіз. Жарайды ма? Біз осы қоянмал тұрғындардың әрқайсының біріншіден қоянда бар чаттарды, халықтық желісіндегі чаттарды әрқайсына учетқа береміз. Сол жерде халықтың наразылығын білдірген видеолар түсіріп, мал бойынша ол адамдарды анықтауға бізге бірақ мәселе шешім қабылдау қиындық болады. Ол қамайтын орын жоқ олар, айтып тұрады. Сол ғана ал малдың иесі анықталған адамдарға біз үнемі барып хаттамасын толтырып отчет тапсырып отырамыз. Жоқ, мен айтайын. Жауап берсін. Сол штрафтың айтамын бізде обещик жоқ ауылда. Не жоқ? Обещик. Қандыбас малдар жинайтын адам. Сосын қамайтын жер, орын, ол жаңағы еншілдікқа енді келе жатыр. Обещиктер, ойыншықтар, соның барлығын ұйымдастыратын кім? Ауылды әкімшілік. Местный сообщество. Сондықтан да бұл жерде әрине, егер де ондай жағдайлар болса, мен ана кейде айтамын. Табышты, жаңағыда обещикті қойып, допустим, да? Содан кейін бір кітап болу керек. Кітапта, допустим, еріктің 10 сиыры бар. Баққанның 20 сиыры бар. Басқаның басқаша сиыры бар, прям не қойып, конкретно учет жасау болады, бір жағынан. Екінші жағынан егер де қандыбас малдар болатын болса, оларды прямо қамап қоятын жер орындар болу керек. Дұрыс па? Солардың бәрін ұйымдастыратын ауылдық әкімшілік. Сондықтан да баққан Салтанбай мырза, сізге осы бүгін күннен бастап сол жұмысты ұйымдастырыңыз. Ол действительно бұл өзде малдың саны қанша? Бұл өзде целый отдел жұмыс, сіз жауап беріңіз. Қанша мал бар? Жеті қоянда 700-дей ірі қара мал бар, жылқы 896 ұшардың басы қой бар. Қанша? Ұшардың басы қой, ірі қара мал 700 бас, Жылқы бар ма? жылқы 896. Көрдіңіздер ғой, 700 бас ірі қара бар, 800-ден артық жылқы бар, 3000-дай қой бар. Бұл тіркелген. Тіркелмеген бұл қайдан шығып? Сиырда қойын ана мектептің қасында жайып жүретпей таңғы сағат 5-те шығып сөйлеп Жақсы.
жаңағы түсіндіңіз, мына кісіге жауап берейікші, пожалуйста. Содан кейін жаңағы салдыршы ең басында вот, сондықтан да кім серік өздеріңіздің құқыларыңызбен, әкімшіліктің құқыларымен жаңағы кісінің айтуы бойынша қаңғыбас малдарды жинайтын бір тұрақты жасаймыздар. И жаңағы торговщикке қатысты егер де мына кезде барлығы осы, я как помню, 70-80% осы қоғамның барлығы базарда істейді ғой дейді. Сол кезде жұмыс істейді. Астанада жүреді. Сондықтан да малдарын осындай жай ғана қараусыз тастап кетуі мүмкін. И жай ғана біреуге даудың арасында. Өйткені бұл кезде тек қана сельский округ емес, қоянды селос ауыл. Түсіндіңіз бе? Бұл кезде шаруашылықтар өте аз. Жетпейді. Сондықтан да осы жұмысты ұйымдастырсын. Мен бірінші тапсырдым. Кестік, то есть екінші тапсырдым. Так, түсіндіңіз ғой? Болашақта. Но бірақ та сіздерден көмек керек. Жаңағыдай енді бұл кісі өзінің табыншық табу керек. Табыншық табу керек. Соның барлығы араларында бір адамды табыншық. Жақсы, оған көмектесу керек. Кестік, отыра бересіз. Менде мынандай сұрақ. Мына КПС бар ма? Barchanızға ассалаумағалейкум. Менің есімім Қалидолла. Мына Арекқа бір сұрағым бар. Ерік мырза, мына Аректі, КПС-ті біз таба алмаймыз. Бұлардың вопростары көп светтің мәселесінде. Светтің мәселесі қиындап тұрған қояндың ішінде бір күрделі мәселе демесем, енді қиын нәрсе. Бітті жерде, бітті жаңбырда, бітті дауылда свет 1 сағат жөнеліп, 5 сағат жөнеліп, қыстың күні мына пешпен алысып, жүріп, қараңғыда отырып, светсіз. Осы мәселе шешілмей отыр. Негізі бұлардың жаңағы бастықтарын табу керек. Сосын 2000 теңгеден олар өздері жаңағы самосуды несін алады. Ол бәрінде миллион санап келсеңіз, каждый үйде біліп тұрсыз ғой, қандай қолдар екенін. Ол ақшаның не есебі жоқ, не бірлер істейді деген бірдеңе бір отчеттары жоқ, қалай қай жерде өтіп жатқан ақша екенін білмеймін негізі. Сосын да мына көшелерде жылда тендер береді. Былтыр ойнады, алдын жыл ойнады, былтыр 9 миллионға ойнады, текущий ремонтқа. Светтерді бәрін столбаларға біріне салды, біріне салған жоқ, біріне китайский әкелді. Мен сол жерде айттым, патрондардың переключательдердің бәрін китайскийден салды. Оның бәріне бір жылға бір 2 айға жеткен жоқ, сонымен біреуі жанады, біреуі жанбайды. Енді біздің екінші сұрақ біздің конечкада. Мен өзім конечкада отырамын. 3 жыл болды. Бізде ең шетінде басындағы көше. Рамазанова деген кішкентай ғана көшеміз бар. Соның өзі тағы да қыста қарымды алсамыз, ендігі мәселе соның ең қиын болып тұрған свет. Көшеге бір 2 свет салып беріңізші деп әкімге бардым. Мына КПС-тердің де нелеріне басшыларына хабарластым. Сол шешілмей жатқан вопросы қалай етеміз, соны шешуге болады. Қазір сейфуллер үшін свет просил. Бар деген сөз шыға ма осы? Жоқ болған жоқ. Жоқ дейсіз ғой. Қашан миллиардтар қаражат салынған мемлекет басшысы осы асөлін осы қауым қоянды ауылына көңіл бөледі. Қырық миллиардтар қаражат кетіп жатыр. Жоқ нәрсе бар. Мынау электроснабжение жөнінде шындығы керек, мен жазылады. Бізде бірінші электр жүйесі қоянды ауылы бойынша 2 кезеңде жасалды. Бірінші кезеңі бітті, онда осы ауылдың бітті 3 адамға 5 абоненті бар. Қалғаны екінші кезеңі. Екінші кезеңі
егер де қаражат болса бітуіне где-то бір 680 миллион теңге керек. Соны алла қаласа қоя алса, егер қаражат болса бере алса, еңбектің басында бітіре алуымыз мүмкін. Бұл екінші кезең. Сонда электроснабжение қоянды 5% максимум жүйесі. 5% болады. Соның барлығы бір жағы. Жаңағы ары адамдар көшіп келіп жатыр ғой. Енді сарып керекті, содан кейін кетестен ары жөнді. Ол жөнді проблемаларымыз бар, баса айтамыз. Сіздердің ауылдарыңызда баса аяғы 56 көшіп бар. Соның ішінде частный 8, аректі 3, кетестен 45. Ол мемлекеттік шант жүйесіне арналған, жасалған. Ол бірінші очередтің барлығы сол қазіргі күнде кетес компаниясында уақытша жалға берілген. Олар бүгінгі күнде бүкіл сіздердің түскен қаражаттардың бәрін жинап арекке беріп отыр. Просто получается, қазіргі уақытта просто заңның өзгеруіне байланысты. Қазіргі уақытта мұндай электропередача кішкентай мекемелердің бәрін заң жүзіне қазір алып тастаған. Қазіргі уақытта былай қарасаңыз, арек өзі сырттан келетін 2 РП-ға счетчик қойған, сол жерге дейін ана әкеліп келеді. Допустим, миллион киловатт, допустим, пәтерді қоянды сол миллион киловатты біз ақшасын төлеуіміз керек. Түсіндіңіз бе? То есть ана ауылдың іші барлығы электр жүйесі толық бітпеген ғой қазіргі уақытта. Сондықтан да қазіргі уақытта бірінші кезеңде ол ана мемлекеттік қаражатқа салынған сол жүйені қазкетес компаниясы сол жерде ұйымдастырып отыр. Жоқ. Қайда олар? Мен қазір басты кесіп берейін, ондай ешқандай жоқ. Ол өтірік. Осында лақабын қойын. Мен өзім бар ғой, қазір басымды қойын, ондай жоқ. Ну, зачем ондай? Ол конкретно қағазымыз жоқ, автомашинамыз жоқ. Ол жай ғана лақабын халықтың өзінше ондай керек жоқ. Сізді, я считаю, самый грамотный человеком здесь показали. Поэтому ондай сөзмен лақабын таратып жоқ. Тратыңызшы, мен сізге жауап беріп отырмын, но несі тұрмын. Сондықтан да соған беріп отырмыз. Оны өздеріңіз білесіздер. Арекпен қазіргі уақытта бізде келісім шарт бар. Келісім шартқа бүкіл арекке көшу үшін өзі протокол соглашениеде өзінің замечаниялары бар, ескертулер. Солардың бәріміз өтеуіміз керек. Біз бірінші очередтен облыс арекке көшіру себебі сіздер білесіз, 22 жылы ноябрь айында ма сол аяқ кезінде ПС қоянды ережіне соған айзаға түсіп, өздеріңіз білесіздер. Сол істен шығып қалды, соған байланысты қаражат бөлінбей, биылғы жылы 490 миллион теңге қаражат бөлінді ПС қоянды ережіне, биылғы жылы ПС қоянды ережіне бойынша 100% соның ремонтын жасап, сол ішінен асырылады. Сонда ғана полностью бүгінгі күнде бірінші кезек жаңағы замещениялардың бәрі біткеннен кейін полностью проектқа көшеді. Түсінді? Проектқа кетпес кетеді. Түсінді? Вот сондай тәртібі солай. Қазіргі уақытта екінші проект жаңа айтып қой, біз әлі проекттің жаңадан бітіру үшін 670 миллион теңге қазір бітіру керек. Оны егер 670 миллион қаражат бөлсе, екінші кезеңде қазіргі уақытта мысалы қарасаңыздар, баса аяғы линия электропередач, ну это как бы вещь информация такая, круговой там самый главный результат, правильно же? Қазіргі уақытта оның барлығы строительно-монтажный жұмыс биылғы аяқтап бітеді. Негізгі жаңағы қаражаты 60 миллион теңге негізгі страновой масштабе районный населенный расширение. Оны биылғы жылы оның ішінде 600 миллион, 200 миллион облыстық бюджет берді. Енді 400 миллион салған бюджеті қаражаты осы бізде де июль айында уточнение болады. Соны тауып, алла қаласа до конца беруге тырысамыз. Ол жұмыстары істеліп
қазіргі уақытта уже қанша пайыз істедіңіздер сол екінші кезеңде? 100%-тен қанша пайызға істедіңіздер? Где-то 55-60%-ді қазіргі уақытта істедіңіздер. Келістік пе? Сіздің Қоянды ауылының Сақтайға көшесінде тұрамын. Айгүл Сұлтанбек. Былтыр салған жолдар, асфальт жолдары ешқандай качествосы бар деп мен айта алмаймын. Қазірдің өзінде жаңбыр жауған кезінде ойдың болып су болып жатады біріншіден. Екіншіден былтыр сол жол бастап салған кезінде біз қаншама халық тұрып айттық, шетіне сарбатпақ төгіліп жатқанда біз айттық, мынау сарбатпақтан адам жүре алмай по проекту неге істемейсіздер деген осы жерде қоғамдастық мүшелері болып халықтың аузы жапқан. Олар өзі біледі, өздері істеп жатыр, ертең тастап кетіп қалады деп. Сонда халықтың мұқтажын, бұл мұқтажын халық айтқан кезінде тастап кетіп кететін не деген тендер қылған адамдар қалай сонда түсінуге болады? Сол батпаққа күз бойы біз батып шықтық, одан қалды КамАЗдар батты, олар келген оқушылар батты, мектептің алдында жүру деген невозможно болды. Сол мектепке қарай баратын мынау былтыр салған жолдарды біз күш қойып пайдаланған жоқпыз, оның рахатын көрген жоқпыз. Тротуар болды, ол тротуар белден қарап толып тұр. Ал тендер қылған адамдар бір деп айтады, не дейді Құдай? Жол тазарту үшін заявка беріңдер дейді. Сонда әр тұрғын қоятын жол үшін біз заявка беруіміз керек тазарту үшін. Мен қыс бойы осы сөзді естідім. Жолыңды тазарт десең заявка бер дейді. Сонда ол менің жекеменшік жолым емес қой. Неге біз заявка беруіміз керек? Чатта айтамыз, қақылдаймыз, ешкім қыстырып жатқан ешкім жоқ. Басқа мырза көріп отыр, мен бұл кісінің өзіне жекесін егіледі ба, шүрекпен шықтым. Сол кезінде трактор келіп бетін қырып кетті, бітті сонымен қалды. Атақ, жаңағы Нұрмағамбетова көшесі, кішкентай переулок. Соны неге тазартпайсыз дегенде Ақантай мырза айтқан. Ол жерде көше жоқ деп. Сонда көшелерге менің үстіме секіріп түсіп жатыр ма? Оның көше жоқ болса маған қосып берсін, онда мен тазартайын. Болса да мен ақшасын бөліп, мен тазартқыздым жаңағы. Олай бола ма? Сосын бір тендерді айналдырған екі шейкі бар, жұмыс істемесін ұтып алады, и сосын солардың соңынан бүкіл халық шулаймызда жүреміз. Қыс бойы. Осы ауылдың тең жартысы демей қой, жартысынан көбі өз ақшаларына жоқтар жатты. Бұл ауыл неге суға кетті? Бұл ауылдың бір салық қара шығарылған жоқ. Артына көктем кезінде біз жол жауға шыққанда оларда бар жаңағы 5 крон ешкейді не дейді? Апарып штраф салды. Олар өз басының үшін шыққан жоқ қой. Халық суға кетіп жатты. Сонда білмеймін, ешқандай бізде халыққа деген, адамға деген адамгершілік болмайды ма? Бейдейді ғой ақан. Жолдарын тазарт десе, әне Касымдотқа мініп деді. Сонда не, әрбір халық Касымдотқа барып таластыру керек пе жол жүргізу? Тазарту үшін. Былтыр неге Аманжол мырза жүрді, Ерік мырза жүрді. Ол айналдырған 2 трактор ол. Өтіп десе мен қазір басын кесіп алсын. Сол 2 трактор бұл ауыл Қоянға жеткен жоқ. Көктемде бардық, далада келген су жоқ. Қоянның ішіндегі қарға біз баттық армансыз. Мына жерімізде су көшті. Ал ол матапомпа бөлінді дейді. Бәлен шылы, бәлен матапомпа болды. Соның бірін тапқан жоқ біздің Қоянда. Қойында бірін тапқан жоқ. Содан халық суға кетті. Ал жоқ мынаны кеше келген баққанымызда қайдамыз? Ол көрдіңіздер ме? Көп жөнінде халық Қоянның айтады, ой халық сендер кінәлісіңдер. Халық жаман емес, сөздің шыны керек. Қандай осы ауылда болып жатыр ғой нешелер жағдай. Халық білесіне түптіріп, солардың басына табылды. Просто біздің ауылда сөздің шыны керек. Жұмыс істейді қоғамдастық бар, олар да ерік жұмыс істейді, Аманжол жұмыс істейді. Сосын халқын деген жұмыс істейді. Жұма деген қалған адамды білмейді. Бірдеңе айтсаң халықтың аузы жабады. Жабыңдар ауыздарыңды, өздері біледі. Ертең тастап кетіп қалады. Мінеки Қоянның ішін қараңызшы, бал деген өріп жүр. Сағат мектептің қасына шығады.
сиыр да сөйлейді, жылқысы да сөйлейді, ешкісі да сөйлейді. Бұзауында жұмыс істеп жатқан жоқ. Өтірік айтады, ойбай, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Бұлдағы жол керемет болатын болса, неге мектептің алды суға кетті? Керемет болатын болса, бірінші мектептің алды. Неге суға кетті? Кешеміздің машинамыздан 2 апта су кешті. Неге суға кетті? Керемет өзенді суға болған болатын болса, өзенде жаңағы адам келетін тротуарды біз қазір барып қараңыз, тротуарды қалай жолды қараңыз, өтініш. Яғни былтыр салған жолдар біріншіден, екіншіден жартысына көбі суға батпаққа дейін батып жатыр. Ол күні кеше келді. Бұл жақта ешқандай тазалық айтасыз ғой, анау істемейді, халық сендер кінәлісіңдер. Егер ұйымдастырып бірін-біріне ұқсататын адам болса, ол ұқсатылады. Ал кеше келген мынау баққан болса ғана бір үйтпейсің, бүйтпейсің деп желкелеудің тош керек жоқ. Бізде қоғамда 2-ге 3-ге бөлініп алған, әркіміз өз көпірді өзіне тартып, сөздің шындық осы. Ал бірдеңе десең, жалындар ауыздарында. Олар проектті алып көріп қойды. Ол проектіда жаңағы жолдың жерінде шебін араласқан құмды жүру керек. Ал бізге сарғат өтеді. Төсекті сол айтқан кезінде жалындар ауыздарында. Енді біз қалай аузымыз жабамыз? Біз қалай аузымыз жабамыз? Біз қалай айтпай тұрамыз? Сіздер айтасыздар, шулайсыздар. Шуламағанда не істейміз? Біз шулап отырып сізге айту біріміздікі болмаса регламент болсыншы, енді ауызменен негізі басқа кісілердің сұрақтары бар ғой. Жоқ, ауызмен жеке конкретно сұрағымызды айтыңызшы. 2 сұрағымыз, 3 сұрағымыз, нәкістер қысқан сұрап еді ғой. Екінші қолдарымен жинап, жолдың сапасы жолдың сапасы жөнінде сұрақ қойдыңыз ба, жауап береді. Сұрақ қойдыңыз ба, жауап береді. Ұмытпайтын все. Оны бүкіл әңгіменің айтып берейін мен. жоқ, айтылу керек ол. Сот не Самый маленький бушой лес, доступ бушой, сол доступ бушойда анау том году жер асфальт саламыз деп шүйленка төселді. Шүйленка бұл бәрісі бөлшілді. Еще анау жерді медицина алдына барып үйіп қойды. Сол жерде анау су кетті. Мен уже 2 жыл суда тұр. И до сих пор суда тұр. Бәрі жерде уже су, а менде әлі бұлай до колени суда тұр. Доступта. До колени. И еще один вопрос. Бал, щука, ловили нам сол суда. Откуда вы выпускаете воду? Бал, щука, нам плавают. Бұл жерде арып, осы көшірген кетеді. Ауылдан шығатын су, сол көшірген кетеді. Енді сол айтайсың, жол бөлім ашылмай тұрады. Бұл кәсіпкердің жасап кеткен жол. Кәсіпкердің жасап кеткен. Қазір сол жерде грунттардың жинап тастаған, соның барлығын сіздің атыңызға? Так, жігіттер, тыныштық. Мен сіздерге ондай бір анықтама берейін. Енді құрметті азаматтар, мен ең басында айттым ғой, сабырлықпен бір-бірімізді тыңдайық. Енді сол бір-бірімізге енді сол қателікті ең басында айтқан сол. Енді мына кісі апай атыңыз кім? Жаннұр. Мен сізге ресми ақпарат берейін. Я жаңа бас жоспар құрған кезде, жол салған кезде қателіктер болды. Оны мойындау керек. Бірақ та бүгінгі күнде біздің облыстың әкімі Марат Ахметжанов мырза ол сұрақтардың бәрін мынандай түрде қарап отыр. Мынау бізге осы Қоянды ауылынан 100% суы мынау орманнан келеді. Рас па? Сол кезде специалист емес сол ой, сразу. Сол нені орман жақтан су келмес үшін, потому что орман жақ жоғарыда тұр. Рельеф бойынша.
биіктігі бойынша қайсысына сөйлесіп отыр жігіттер бір бірімізді сыйлайық та вот соған 4-5 шақырым километр обводной канал істейді бұл бір то есть елу шақырымды то есть елу пайыз суды содан кетеді содан кейін бүгінгі күнде біздің главный архитектор Дәулет Мерекеш қайда осы Дәулет Мерекеш я тебе говорил да айттым ғой осы жерде топосъемкасын жасайды осы кезде алдында дренаж жасайды дренаж жасайтын жүйенің құрылысын биылғы жылы проект жобасын жасайды биылғы жылы өйткені ауылдың ішінде иә жоспар құрған кезде үй салынған кезде бір-бірін есептелінбеген өйткені видите үйіміздің биіктігі кішкентай болып қалды когда жол деген кезде түсінікті содан ағып келген су сіздің үйіңізге үйдің жан жағында тұрмаған қажет тұрады мына жағында жол мына жағында үй сіздің үйдің ортасында тұрады сондықтан да соның барлығын кетіру үшін ауылдың ішінде сіз айтасыз қардың суы емес біз өткен жолы жаңбырдың суына ие болдық жарайды түсіндіңіз бе сондықтан да бұны жүйелі түрде бір шешу үшін қазіргі уақытта топосъемкасын жасап ауылдың дренаждың жүйесін салуға соны ұйымдастырып жатырмыз келістік пе ол топосъемка деген мына кезде без понятия рельеф соның биіктігі қай жерде сол қалай қарай суды ағызып жіберетін сондай ұғым бар сондықтан да оны қазіргі уақытта енді қырқын ашылап қырық біріне шыдайық сондықтан да мына дренаж жаңа дренаждан